Компанияға жаңадан келген тіркелуші ол көбіне сұрайтыны жеке кабинетке қалай кіремін, осы Карл Клуб компаниясының сайтына қалай кіремін, өнімдермен қалай танысамын, жалпы артында тіркелген адамдармен қалай танысамын деп жатады. Сіз алдымен былай жасайсыз. Мысалға сізге осындай Карл Клубтың сілтемесі жіберіледі. Сізді Карл Клуб жобасына қосылуыңызбен құттықтаймын. Алдағы уақытта сіздің армандарыңызды орындау үшін бірге жұмыс жасайтын боламыз деген сілтеме болады. Осы сілтеменің үстінен басасыз. Міне басасыз. Басқан кезде сізді мына жерде дейтін міне сол жағында 3 сызық жазып тұрады. Соны басқан кезде Вайтти деген жазу шығады. Сол Вайтти деген жазуды басасыз. Қазір менде уже қатып жатыр. Интернет кішкене қатып тұр. Запись. Міне енді кірілді. Міне Вайтти. Сосын міне сіздің почтаңызға, өзіңіздің жеке почтаңызға, яғни логиніңіз, пароліңіз барады. Маған берген почталарыңыз бар ғой, мен тіркегенде. Соған логиніңіз, пароліңіз бар. Мына жерге клубничный номер дегенге өзіңіздің логиніңіз жазасыз. Ал мына пароль дегенге сол жердегі парольді жазасыз, жақсы ма? Сосын міне Вайтти деген жазуды басып, міне кіресіз. Вайтти деп кіресіз. Не? Көрдіңіз ғой, міне сол кезде жеке кабинетке кіріледі. Осындай жазулар шығады. Мына астыңғы жағында міне уже товарлар тұрады. Мынау акциямен тұрған товарлар міне. Мысалға, мына капсуланы, мына В витамині, мысалға сіз дейтін еще 90 таблетка дейді. Бұл өте көп таблетка, бұлағына витаминіміз дейтін. Апарзаныға келіп тұр, 3239 теңге келіп тұр. Мынаны қараңыздар. Мына витаминіміз 8200-ге келіп тұр. Өте күшті витаминдер, қыздар, қараңыздар. Командаға тіркелген әрбір тіркелуші осылай акция бөлімде тұрған заттардың барлығын алады. Содан кейін төменге қарай түсе берген кезде, яғни әрбір каталогтегі өнімдермен танысуға болады. Мысалға мына жаққа кіріп, мысалға сіз дейтін қандай мысалға өнім керек сізге дейді. Мысалға үйге арналған өнім керек па, әлде денсаулыққа арналған керек па? Мысалы здоровье болса, мысалы здоровье сізге не керек именно? Қай жеріңізге байланысты мысалы витамин алғыңыз келеді. Сол туралы барлық жеке-жекемен жазып қойғанда, міне көрдіңіздер ғой. Сол бойынша мысалы көбісі кейбіреу сұраса зрение керек маған деп, зрение витамин міне тұр, міне қараңыздар, міне. Осылай іздеп таба аласыз. Әр неге кіріп, міне кіресіз. Здоровье дегенге кіресіз. Егер денсаулығыңызға байланысты витамин алғыңыз келсе. Мысалы очищение жасау керек па, очищение кіресіз. Мысалға міне төменге түсесіз. Мына жерде уже дейтін бұлар наборлар, комплект набормен келетін наборлар. Таңдап аласыз өзіңізге керекті. Енді мен мындай алғым келеді, мысалға көбіне дейтін чистота дейік, өзімізге күнделікті үйге келеді, уборка керек, мысалы посуды жууға керек, мысалға кір жууға керек. Мысалы мен кір жууға керек өнімді алғым келеді, мен таңдаймын. Мысалға міне порошогымыз, мынау өте күшті порошоктар, қыздар, бұл бағасына қарамаңыздар, бұл дейтін өте күшті порошоктар дейтін. Стоящий кәдімгі дейтін. Сосын мына жерде мысалы мен тағы да чистотаға кіремін, мен алғым келеді міне. Түн болса да міне уже маған адамдар жазып жатыр. Жұмысты осылай жасау керек, қыздар. Средства для уборка, средства для мыть посуды дейді. Мысалы міне осылай кіресіздер, өстіп әр өнімді өздеріңіз таңдай бересіз. Мына жерде міне ванна жууға арналған, мына универсальный өнім мысалға дейтін. Мынау дейтін ваннаға арналған, мынау средства для плиты дейтін, терезеге арналған, удаление жир дейтін, комплект набормен тұрады мына жерде. 28700 теңге комплект набор, бұның ішінде 5 өнім тұрады. Енді мына әр өнімге тоқталып кетейінші. Мына жерде мысалға мына өнім, қараңыздар, міне сіздерге үлкейтіп көрсетейін. Мына өніміне қараңыз. Көріп тұрсыз ғой, 1 бутылка средства для удаления жир на кухне деп тұр. 1 бутылка плюс 5 концентрат деп тұр. Бұл жерде, қыздар, осы бутылкадегі өнімді сіз 5 бөлікке бөліп, үстіне су құйып қолдана аласыз. Міне көріп тұрсыздар ғой, барлығы табиғи, ешқандай қоспасыз. Судың өзіңіз қосасыз бұл жерде. Көріп тұрсыз ғой, міне 100%, яғни табиғи өнім бұл дейтін.
әрбір өнімде міне көрсетіп тұр бутылкасы сыртта, міне әрбір өнімді 5-ке бөліп, яғни қолдана аласыз деп тұр, сізге көріп тұрсыз ғой, міне осылай. Енді жалпы енді барлығын айттым ғой. Мысалы сіз өзіңізге керек өнімді таңдадыңыз, енді оны қалай заказға салғыңыз келеді, қалай заказ берем деп мысалы кейде ойланып жатасыз, сол кезде добавить корзину дегенді басасыз. Сол кезде өзіңіздің алғыңыз келген өнім міне мына корзинадан шығып тұрады, міне мына жерде. Міне мана таңдаған затыңыз. Не көрдіңіз ғой, осылай жеке кабинетке өзіңізге керек затты сала бересіз. Так, болды. Сонымен дейтін, тағы қандай өнім алғыңыз келеді? Мысалға тағы да защита дейік, мысалға дейтін. Защита мысалға. Мысалы мен мына наборды алғым келеді мысалға дейтін. Болмаса мына папияның мысалға дейтін таблеткасын алғым келеді, витаминді дейтін. Осыларды аласыздар, жеке кабинетке кіріп, добавить корзину деп басып, корзинаға салып, заказыңызды бере аласыз. Главныйға өтейік. Қыздар, міне осылай жеке кабинетке кіріп, танысып шығасыздар әрбір өніммен, жақсы ма? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алла берсе осы Карл Клабтың мықты лидерлері болып шығуларыңызға тілектеспін.